Қайырлы күн достар, танымдық каналға қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа шығарылым. Шығарылымның тақырыбы жойылып кету қаупі бар 10 ел. Видеоны тамашаламас бұрын каналға подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұл YouTube алгоритмі бойынша менің видеомды рекқа шығаруға көмектеседі. Қазіргі уақытта әлемдік саяси аренада бірнеше тұрақтылық бар, кейбір жерлерде соғыстар болып жатыр. Ал тарихқа көз жүгіртсек, әрбір 50 жыл сайын, 100 жыл сайын кейбір елдер жойылып отырған. Енді бізге қазіргі бұл процесстер байқалмауы мүмкін, бірақ шағын процестердің нәтижесінде бірнеше ел әлемдік саяси картадан жойылып кетуі мүмкін. Сондай 10 елдің қатарына бүгін тоқталатын боламыз. Жойылып кету қаупі бар бірінші ел Испания. Туристердің қызығушылығына қарамастан, бұл елдің ішкі проблемалары жеткілікті. Мысалы, Испания PIGS ұйымының мүшесі болып табылады. Бұл ұйымда экономикасы төменге құлдилап жатқан елдер жиналған. Испанияда жұмыссыздық деңгейі, оның ішінде жастардың арасындағы жұмыссыздық деңгейі күрт өсуде. Елдің еңбекке жарамды жастарының 50% жұмыссыз болып табылады. Сонымен қатар елдің өзі бір ұлтты емес. Испандықтар деген ұлт өте сирек кездеседі. Бұл ел бірнеше ұлттардың бірігуінен құралған. Мысалы, Барселонаны білесіздер, Каталония деген аумақтан. Каталония өзі бірнеше жыл бұрын тәуелсіздік үшін референдум өткізіп үлкен митингтер жасаған болатын. Қазіргі уақытта да Каталония Испаниядан бөлінгісі келетін ынтасын білдіруде. Сонымен қатар страна басктер елі дейтін бір бөлек аумақ бар. Одан кейін Арагона деген бұрынғы корольдік бар. Олар да Испания құрамынан бөлінгісі келіп жатыр. Сондықтан енді бұл қозғалыстар жақын арада тоқтамайтын болса, бірнеше жылдың ішінде Испания әлемдік картадан жойылып кетуі мүмкін. Келесі ел Солтүстік Корея. Біраз жыл жабық ел болып саналған, халқынан қолдау тапқан, жер асты байлықтары көп болған Кеңес одағының өзі құрдымға кетті. Ал Солтүстік Кореяда не қазба байлықтары жоқ, не халқынан қолдау жоқ, не сырт елдермен араласпайды. Ракетасы, әскері, қару-жарағы көп болғанымен елдің болашағы бұлыңғыр. Солтүстік Корея көрші елдерге шабуыл жасайын десе, әрине ақш бар, Біріккен ұлттар ұйымы бар, олар Солтүстік Кореяны бұлай тыныштыққа қалдырмайды. Ал енді сырт елдермен араласайын десе, қазіргі елдің саясаты, жабық саясаты оған мүмкіндік бермейді. Халқы ешқандай өзінің президентін қолдамайды. Осылай жалғаса берсе, елдің халқы толығымен көрші елдерге қашып кетуі мүмкін, немесе осылайша экономикасы құлдырайды да, бұл ел Оңтүстік Кореямен бірігуі мүмкін деген болжамдар бар. Келесі ел Бельгия. Бұл ел кезінде қолдан құрастырылған ел еді. Бельгиялық дейтін ұлт жоқ. Мысалы, Израильде қолдан құрастырылған ел, бірақ оның негізінде еврей ұлты болса, Бельгия бір-бірімен байланыспайтын Фландрия мен Валония аймақтарының бірігуінен құралған. Валонияда елдің француз тілінде сөйлейтін азаматтар тұрады, және олар Францияға қосылуға қарсы емес, ал Фландрия өздері тәуелсіздік алғысы келеді. Бұл елді Голландия тілінде сөйлейтін халық басым. Бельгияда өздерінің патшайымдары бар, ол патшайымның біраз беделі бар халықтың арасында, бірақ енді бұл қаншалықты ұзақ уақытта сақталатыны белгісіз. Мемлекет жаңа айтып өткеніміздей француз тілділерден және голландиялық тілділерден тұрады. Осылайша жақын арада ел екіге бөліну қаупінің алдында тұр. Қытай 1000 жылдық тарихы бар ел болса да, қазіргі Қытай 10-15 ғасырдағы Қытай емес. Қазіргі Қытайдың ішкі экономикасында бірнеше шешілмеген мәселе бар. Солардың ең ауқымдысы елдегі ауыз судың тапшылығы. Бұл проблема халықтың наразылығын көтеруі мүмкін. Сонымен қатар Қытай көршілес аралда жатқан Тайвань мемлекетімен біраз соғыстар жүргізуде, бұл да экономикаға кері әсерін тигізуде. Сонымен қатар Гонконг қаласын білесіздер, ол қалада өзі жеке мемлекет болып Қытайдан бөлініп шығамыз деп ұмтылыстар жасап жатыр. Ал елдің билігіндегі коммунизм уақыт өте келе өзінің өзектілігін, беделін жоғалтуы да әбден мүмкін. Осылайша Қытай да біраз жылдан кейін өзінің территориясын бірнеше шағын мемлекеттерге бөліп тастауы мүмкін. Ирак елінде бірлік тек қанішер диктатор Саддам Хусейннің кезінде ғана болды. Саддам Хусейн биліктен қуылғаннан кейін ел аумағы бірнеше шағын аудандарға бөлініп кетті. Қазір елде жергілікті күрдтер Күрдістан мемлекетін құрғысы келеді. Бұл мемлекетті әлемдік аренада кейбір елдер мойындап та қойған, сондай-ақ сунниттер мен шииттер бөлініп бір-біріне бағынбауда. Таяу шығыстағы соғыстар қашан аяқталатыны белгісіз. Сондықтан Ирак негізі құжат ретінде Ирак деген мемлекет бар болғанымен, шын мәнісіне келген кезде елдің ішіндегі топтар, діни топтар бір-біріне бағынбайды, бір орталықтан басқарылмайды. Сондықтан негізі Ирак мемлекеті жоқ деп айтсақ та болады. Келесі ел Украина. Бұл жерде барлығы түсінікті деп ойлаймын. Қазірдің өзінде ел өзінің шығысындағы біраз қалалардан айырылып қалды. Және қашан қайтарып алатыны белгісіз. Оған қоса батыс елдерінен әскери қолдау кез келген уақытта тоқтауы мүмкін. Ресеймен соғыс қашан аяқталары белгісіз, ал елдің әскери қоры ұзаққа шыдауы екіталай. Ел экономикасы соғыс салдарынан үлкен кризисте. Украина мемлекетінен біраз халық көшіп кетті шетелдерге, және де соғыстан кейін қайтарылған қалаларды қайта қалпына келтіру үшін де біраз шығын қажет. Сондықтан бұл экономикалық дағдарыс қалып келуі мүмкін.
Жалпы осылайша Украинаның да болашағы өте бұлыңғыр. Ливия мемлекеті Муаммар Каддафи елді біріктіріп, бір орталықтан басқарылатын жүйе жасай алды. Алайда өз халқы Каддафиді өлтіргеннен кейін елдегі бірлік те тарай бастады. Негізі ел бұрында тарап кеткен, себебі қазір елде түрлі топтар өз билігін орнатқан. Ешкім бір-біріне бағынғысы келмейді. Әлемдік картадан Ливиядегі мемлекеттің жойылып кетуі тек қана уақыт еншісінде. Дәл қазіргі таңда Ливия деген мемлекет картада бар, бірақ іс жүзінде елдің ішінде бір-біріне бағынбайтын бірнеше топтар қалыптасқан. Жойылып кету қаупі бар келесі ел Ұлыбритания. Кезінде әлемнің ең ірі империясы болған ел. Қазір біріккен корольдік құрамында Англия, Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландия елдері бар. 2014 жылы Шотландияда референдум өтіп, халық Ұлыбритания құрамынан шығуға дауыс берген еді. Тек корольдік билігінің соңғы сәттердегі әрекеттері ғана бөлінуден аман алып қалды. Шотландияның корольдіктен шығу талпынысы әлі де жалғасуда. Солтүстік Ирландия болса, оңтүстіктегі тәуелсіз көршілерімен біріккісі келеді. Ал корольдіктің бірнеше жүздеген жылдар бойы сенімді серігі болған Уэльс елінде де тәуелсіздік үшін қозғалыстар басталуда. Оған қоса королева Елизаветаның былтырғы жылғы қазасы корольдік биліктің әлсіреуіне алып келді. Бұрынғыдай бедел жоқ, сондықтан Ұлыбританияда жақын арада әлемдік картадан жойылып, бірнеше ұсақ елдерге тарап кетуі мүмкін. Келесі мемлекет ақш. Бұл мемлекет бірнеше елдердің бірігіп, бір орталықтан басқарылуы арқылы құрылған. Қазіргі уақытта елдің 3 штаты құрама штаттар қатарынан шығуға ынтасын білдіруде. Олар Аляска, Техас, Луизиана штаттары. Әсіресе техастықтардың орталық билікке өкпелері қара қазандай. Олар елден шығарылған алтын қорларының қайтарылуын талап етуде. Халықтың көп бөлігі Техастың бөлек мемлекет болуын қолдап дауыс беріп үлгерген. Келесі мемлекет Мальдив аралдары, бірақ бұл елдің жойылып кетуіне саяси жағдай емес, табиғи жағдай әсер етуде. Мұхит бетінде орналасқан бұл аралды су басып кету қаупі бар. Жыл сайын мұхит суының деңгейі көтерілуде, және ғалымдардың жоспары бойынша 2100 жылы, яғни небәрі 80 жылдан кейін, жер мен мұхиттың арасы 1 метр болуы мүмкін. Сәл толқын болса болды, аралдың жерін су басады. Қазірдің өзінде арал тұрғындары басқа елдерге көшуде, ал Мальдив президенті көршілес аралдарды сатып алып, барлық мемлекет болып сол аралдарға көшіп кетуді ұсынған. Елдердің жойылып кетуіне тек қана саясат емес, табиғат та әсер етіп кетуі мүмкін. Жойылып кету қаупі тек қана осы видеода айтылған елдерге қатысты емес, басқа да елдерге әрине қатысты болады, бірақ ең қауіп жоғары осы елдер. Әрине біз болашақта не боларын білмейміз, бірақ қандай жағдай болмасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, біздің мемлекетімізге бұндай қауіп төнбесін деп тілейміз. Егер сізге бұл шығарылым ұнаса, әрине сізден лайк болсын, подписка болсын, комментарий жазыңыз және видеоны достарыңызбен бөлісіңіз, каналға міндетті түрде тіркеліңіз, алда әлі талай қызықты шығарылымдар болады. Көріскенше сау болыңыздар.